Ассалаумағалейкум ағайын, мен сіздерге супер саумал, осындай капсуладағы саумалдың құрғақ түрін ұсынып отырмын. Бұл супер саумалдың бір ерекшелігі үлкен адамдарға емес, және кішкентай балаларға да беруге болады. Капсуланы іше алмайтын болса, бұл капсуланы ашып қалай ішу керектігін мен сіздерге көрсетейін. Менің мына жерде қызым отыр, 4-5 жаста. Осындай кішкентай балаларға берудің әдісін көрсетейін. Ішінде кәдімгі порошок. Баяғы бала кезде ішкен шығарсыздар, сухой молоко. Тура сол сухой молоко ғой. Бірақ бұл саумал, өте пайдалы, білесіздер, саумал көптеген ауруларға шипа екен. Бұны не үшін жасаймыз? Өйткені кішкентай балалар капсуланы іше алмайды. Қызым ішіп көр. Бисмилля де. Ішіп қой, бәрін ішіп қой. Машалла. Тәтті ма? Күшті? Машалла. Немесе екінші әдіс. Жай ғана порошокты аламыз. Ешқандай суға араластырмай-ақ, жай ғана осы қасыққа бәрін төгеміз де, сосын балаға осы күйінде береміз. Бисмилля, ал іше ғой. Қалай, күшті ма? Кәдімгі, машалла, ас болсын, және шипа болсын, қызым. Ең бастысы, осындай саумалды балаларға осылай беруге болады. Бұл ішін ашқан кезде кәдімгі құрғақталған сүт, өте тәтті, саумал қандай тәтті болса, бұл да тәтті. Осындай әдіспен кішкентай балаларыңызға ішкізсеңіздер болады. Өздеріңіз ғана емес, бүкіл отбасыңызбен бірге ішіңіздер. Аллах шипа берсін.